Бұл өмірде мейірім де, қатыгездік те жоқ емес. Әрбір адам мейіріммен де, қатыгездікпен де бетпе-бет келетіні анық әрине. Кейбіреудің өмірде жолы болып, айналасынан жан жылулығын көбірек көруі мүмкін. Ал кейбіреуі керісінше қатыгездіктен көз ашпауы да өкінішке орай кездесіп жатады. Бірақ қатыгездікке ұшыраған мейірім көп көрмеген адамның алдағы өмірде екі жолы бар. Бірі ол дәл сол көрген қатыгездік пен әділетсіздікті өзгеге көрсету, ал екіншісі ол мен көрген зәбірді өзгелер көрмесін деген өмірлік ұстаным. Әділетсіздік, қатыгездік ол бір нағыз вирус сияқты. Адам өзінің жанына жұқтырып алуы мүмкін вирус секілді. Сол вирусты жұқтырған адам сол вирустың тасымалдаушысы болады, немесе вирусты мүлдем жүрегіне жібермей, өзгелерді аман алып қалғысы келеді. Неге адамдар екі түрлі шешім қабылдап, екі түрлі әрекет етеді? Оған себеп адамның қатыгездікпен жолыққан кездегі іштей түйген тұжырымы. Ол тұжырым екі түрлі болуы мүмкін. Біріншісі, мен сол әділетсіздікке, қатыгездікке лайықтымын дегені, ал екіншісі, мен ондай әділетсіздік пен қатыгездікке лайықты емеспін, мен кінәлі емеспін деген тұжырым. Сондықтан менің айтпағым, өмірде қандай қатыгездікпен бетпе-бет келсеңіз де, қандай әділетсіздікпен жолықсаңыз да, өзіңізді кінәлі санамаңыз. Сіз кінәлі емессіз. Сіз бұл дүниедегі әрбір тірі жан секілді мейірімге, махаббатқа, әділдікке лайықтысыз. Сондықтан өзгеге де мейірім мен махаббат, түсіністік танытып, қолдау мен жылы лебізіңізді аямаңыз. Біреуге жылы шырай танытқаныңыз, біреуге көмектескеніңіз, ол өзіңізге көмектескеніңіз, өзіңізге жылы шырай танытқаныңыздың белгісі. Яғни адам өзін-өзі сыйлайды және өзгелерді де сыйлайды. Егер адам өзін сүйсе, өзін жақсы көрсе, шын жүрегімен, ондай адамның өзгеге де мейірім танытуға күшімен іштей ниеті жетеді. Тіпті адам өмірде көп қатыгездік көрсе де, егер де ол өзінің жанындағы жылуын жоғалтпаса, үмітін, жақсылықтан үмітін жоғалтпаса, ол өзгелерге қатыгездік танытудан бас тартады. Сондықтан өмірде көп қатыгездік көрсеңіз де, басқаларға оны көрсетуден бас тартыңыз. Себебі өзге де, ең бастысы өзіңіз де бақытқа, сыйластыққа, құрметке, абыройға лайықтысыз.